Қайырлы күн баршаңызға. Мен бүгін сіздерге тәрбиешінің портфолиосын қалай жинақтау керек, аттестацияға документтерді қалай тапсыру керек туралы айтатын боламын. Ол үшін біз ең бірінші іс құжаттарымызды түгелдеп алуымыз керек. Барлық документті PDF форматта жүктейсіздер. Бізге қажетті өтініш, жеке басын куәландыратын құжат, еңбек кітапшамыз, диплом міндетті түрде қосымшасымен бірге, және тәрбиеленуші жетістіктері, өзіңіздің алған дипломдарыңыз, яғни өз жетістіктеріңіз, сертификаттар мен курстарыңыз, сабағыңыз өткен және оның қасына бақылау парағы. Екеуін бірге сканер жасайсыз. 5 данадан кем болмау керек, әр қайсысын жеке-жеке саласыз. Хаттама және эссе болу керек. Педагог білімін бағалаудан өткен парақшаңызды сертификаттар деген бөлімге жүктейсіз. Барлық документтерді осылай бір папкаға жинап шығамыз. Ең соңғы қадам, осындай электронды адрес беріледі сіздерге, сол адреске папканы жібересіздер.